Қызыма іздеу саламын. Бауыр еті баласынан көз жазып қалған алматылық Светлана Абедина елден көмек сұрайды. Айтуынша 25 қаңтарда дәріханаға кеткен қызы үйіне сол күйі оралмапты. Алматы полициясы із-түзсіз жоғалып кеткен Александра Абединаға іздеу жариялағалы 21 күн. Әзірге нәтиже жоқ. 18 жастағы бойжеткен эпилепсиямен ауырады. Бұл оның бірінші рет жоғалу емес. Былтырда үйінен шығып кетіп, әзер табылыпты. 9 сыныпқа дейін Қаскелеңдегі арнайы интернатта оқыған, кейін денсаулығына байланысты үйінде білім алады. Қазір іздестіру жұмыстарына еріктілер тартылған. Олар жоғалған қыздың суретін барлық жерге іліп шықты. Қояншық ауруына шалдыққан қызды саяхат жақтан бір рет көргендер бар, бірақ аталған дерек нақтыланбады. Анасының айтуынша Александра қазақша және орысша еркін сөйлейді. Үй шаруасына икемді. 25 қаңтар күні тұмауратып, сырқаттанған анасына дәрі-дәрмек алып келу үшін шығып кетіп, із-түзсіз кеткен. Вот фотографии это. Саша, ты меня видишь? Саша, егер бізді көріп отырсаң, тезірек үйге қайтшы. Бәріміз сені жақсы көреміз. Екі әжеңде алаңдап сені күтіп жүр. Қызымның неге бұлай жасағанын білмеймін. Оған күн сайын талмау ауруына қажетті препаратты қабылдау керек. Не істерімді білмеймін.